Саябақта отырған екеу, қызды қапсыра құшақтаған жігіт. Өмір ойыннан өзіндей аруды ұтып алғаныма қуаныштымын, жаным, деп шашынан иіскеді. Сұлу сөз құлағына жаққан Айгүл әсем жымиды да, сіз ойнаған ойынға неше ару қатысты екен, деді назданып. Жігіт қыз бетінен иіскеп, менің пешенеме жазылғаны сен екенсің, басқасын қарамаппын, деді. Қыз, сенбеймін саған, деді бұртиып. Үнсіздік орнады. Баяу тербелген жел қыз шашын тарамдай бастады. Арудың жүзін жапқан шашын түзей бастаған жігіт ақша бетінен өпті де, нәзігім менің, сені бір сәт көрмесен сағынамын. Сенесің бе? Сені бәрінен қызғанамын. Мынау көктен де, шөптен де, гүлден де, теректен де, қыратты белден де өзіңді қызғанамын. Міне, қарашы, қасында отырғанның өзіңде жел тұрып, шашынан иіскеп, ай дидарынды аймалай бастады. Көрсетемін мен саған, жігіт бар даусымен айқай салды. Қыз сықылықтай күлді. Ақмағым-ау сол, жігіттің мұрнынан қысып. Түнгі дауыс қатты шығатынын білесің бе? Елден ұят болады. Сен ұнататынымды ел естісін, Айгүлім. Қыз ойланып біраз отырды да, білесің бе, мен сені тек қыздардан қызғанамын. Менің қызым сен ғана. Анау жұмысындағы қыздар саған қоңырау шала береді ғой, күн демейді, түн демейді. Менің жұмысымды білесің ғой. Сен үнемі қызметіңді сылтау етесің. Өмірімнің 40% қызметіме, 50% бауырларыма арнаған адаммын мен, білесің ғой, деді жігіт. Қыз ойлады. Мына жігіт қандай ақылды, бауырларының жағдайын ойлайды, демек бауырмал. Ертең отбасының тірегі бола алатын азамат. Сәлден соң қыз, сонда маған жүрегінің тиер үлесі 10% ғана ма? Деді қабағын түйіп. Нәзігім сол, қызғаншағым сол. Мен өмірімнің кешегі күндерін ғана айтып отырмын. Қазір жүрегімнің төрінде өзің тұрсың, Айгүлім. Үнемі алдай саласың осылай. Имандай шыным, қызды алдау әдетімде жоқ. Менің де қарындастарым бар. Мен тек сені жақсы көремін. Жарқыным менің, алтыным менің, сені ешқашан жылатпаймын. Жігіт іште ойлады. Қармаққа оңай ілене салатын балық тәрізді неткен аңқау қызден. Ауқатты отбасынан қыз алып келін ету бақыт баспалдағының алғашқы сатысына қадам басқанмен тең. Жанымның гүлі, екеуміз шаңырақ көтеріп, деп әңгімесін бастағалы жатқан жігіттің сөзін жел ұшырып әкетті. Долы жел, сұлудың мөлдір сезімін лайлауға келген жігіт пиғылын кәдеге асырмауға тырысты. Ашуға мінген дауыл алдымен тал теректің жапырақтарына тиісіп жерге ұшырды. Жазықсыз жапырақтар дір-дір етеді. Жігіт қайта сөйлемек болып еді, жел енді оған тікелей шабуылға көшіп, шаштарына тиісті. Жігіт ашуланып, шашын түзеп еді, жел тыңдамады. Тағы да шашына жөндеді, бірақ бәрібір тыңдамады. Мазақтай берді. Желдің адалдық күшке мінгенін көрген аспан қаһарлана бастады. Жауынды сылтау еткен жігіт қызды тастап алдыға қарай оза түсті. Артына бұрылып та қарамады. Қыз саябақтан жалғыз қайтты. Ол бүгін
бүгінгі әдемгі кештің шырқының бұзуына ауа райының қолайсыздығынан көрді. Неткен ақымақ. Жігіт хабарсыз кетті. Сағыныш сезімі Айгүлдің жүрегін ауық-ауық жұлқылап, көз жасын көл етті. Қыз жаны гүлдей сола бастады. Бірде құрбылары оның басқа аруды құшағына қысып, бірнеше рет мейрамханада думандатып жүргенін айтты. Қызды алды, әдетімде жоқ, менің де қарындастарым бар, деген сиқыр сөзге алданғанын сұлу түсіне бастады. Жан дүниесі көңілсіз әлемге бойлап, күрсінісі көбейді. Уақыт емші, деді өз-өзін жұбатып. Жігіт андамай жүріп, екі оттың ортасында қалды. Әлгі мейрамханада кездесіп жүрген бейтаныс қыздың аяғын ауырлатқан. Қыздың аяғы ауыр. Бірақ ол қыз құрсағындағы шаранаға әке болуды қаламайды. Жігіт өзін өзгеден биік санайды. Неткен ақымақ. Оның бар сенері Айгүл ғана. Қызмет шаруасынан шыға алмай жүргенін айтып, Айгүлге қоңырау шалды. Еркелетті. Айгүл еркеледі. Қаражат жағынан қиналып тұрмын, нәзігім. Көмектесесің ғой. Айгүл жігіттің өзін емес, ақшасын жақсы көретінін түсінді. Бірақ бәрібір аяушылық сезіміне басты. Ер жігіттің басынан нелер келіп, нелер кетпейді. Қиналғанда көмектескен сауап. Өзіме мың есе болып қайтады ғой деп ойлады. Олар тағы да саябақта кездесті. Жігіт жақында мерекені бірге қарсы алатынын айтып, қызды сүймек боп оқталып еді. Дала дауыл боп кетті. Жел жігітті мазақтағандай шашына тиісті. Ол ашуланып, шашын түзеп еді, жел тыңдамады. Мазақтай берді. Қолына түскен ақшаны жігіт әлсін-әлсін санайды. Айгүлге бұл жолы дән риза. Егер ол ақша бермегенде қайтер едім, деп ойлады жігіт іштей. Жаңа жыл. Жұрт жақындарына ақ жарма тілектерін жолдап жатыр. Жігіт болса, бейтаныс қыздың әлегінен құтылған жігіт кеше Айгүлге жылды бірге қарсы аламыз деп хабарласқан болатын. Айгүл терезе жақтауына сүйеніп, елендей қарап тұр. Пәтерде бірге тұратын құрбылары әлде қашан сүйгендерімен қыдыруға кетіп қалды. Үйде өзі ғана. Одан әлі де хабар жоқ. Сағат тілі 12-ге таяп қалды. Қыз жылады. Сені ешқашан жылатпаймын, деп еді ғой ол. Телефон шыр етті. Бәсе, ол сөзінде тұратын жігіт қой, деді іштей. Бірақ қоңырау шалған ол емес, ақын дос екен. Жаңа жыл жақсылықтарға толы болсын, деді. Қыз күрсінді. Ертесінен жігіт хабарласып, мен жаңа жыл күні көп ішіп қойыппын, ренжімеші. Айгүл үндемеді. Сол күні үйге достарым жиналған еді, бәріміз бас қосып. Сонан соң білесің ғой, тойлаттық. Таң ата есімді жидым. Айгүлде әлі де үн жоқ. Үндеме, жазаламашы. Білем, мен ақымақпын. Бақытымды бағалай алмадым. Кеш бері біз бір-бірімізді
түсіне алмаймыз. Маған бір рет мүмкіндік бер, өтінемін. Жігіт ұзақ жалынды. Күн түні қоңырау шалды. Келіп, кешірімде сұрады. Қыз кешірді. Түсік жасатқан қыз Айгүлді іздеп келді. Енді ол құрсағына бала бітпейтінін, бесік тербете алмайтынын, келешекте үміті жоқ екенін айтып егілді. Айгүл қызға қосыла жылады. Ол өзінің ақмақтығына, қайта оралмас алтын уақыттарының кей бөлігін ақымақ жігітпен өткізгеніне налыды. Мына қыздың кейпін кешпегеніме іштей шүкіршілік етті. Жігітке қоңырау шалып, қызды жылатпауын өтінді. Сен ақмақсың, деді Айгүл жігітке. Білемін, бір оқпен екі қоянды атудың тактикасын доғар, қызды жылатпа. Ол сенің думай жатып, тұншықтырып тастаған перзентінің анасы. Ол қыз өмірде өзін тиесілі сабағын алады. Сен неткен қатыгез едің, осы уақытқа дейін кіммен араласқанмын? Деді Айгүл. Сен ақмақсың, Айгүл. Айгүл болса, іштей білемін. Сен маған үнемі көмектесесің. Өйткені мені жақсы көресің. Мен сенің осы аңғалдығыңды пайдаландым. Қасында отырған қыздың көз жасына сенің де қатысың бар. Өйткені түсікке ақшаны сенен алдым. Айгүл ақшуға булығып телефон тұтқасын қоя салды. Намыссыз, деді жылап. Қос қыз бірін-бірі жұбата алмады. Жігіт бұл күні тым көңілді еді. Өйткені ол мейрамханада тағы да бір жас сұлумен табысты. Жігіт ғаламтордағы жеке парақшасының біріне өмір ойыннан бір ауқатты қыз ұтып алсам деп жазыпты. Ақымақ.